Бисмилля, альхамдулилля, уассалату уассаламу аля расулилля. Енді алдымен алла тағалаға мақтаулар айтамыз. Пайғамбарымызға Алланың иелігі мен сәлемі болсын. Алла тағала иншалла баршамыздың ниеттерімізді, қадамдарымызды сауаптан жазсын. Ниеттерімізді қабыл етсін. Сіздерге де Алла разы болсын. Келіп жатсыздар. Біздің дінімізде өздеріңіз білесіздер ғой. Бәріміз де осы намаз оқып, Аллаға құлшылық қылып жүрміз. Біздің дінімізде ең бірінші нәрселердің бірі денсаулық аманат қой. Сол денсаулықты ойлап келіп жатсыздар. Алла разы болсын сіздерге де. Уағалейкумассалам. Отыра қойыңыз. Мына адамның баласына денсаулық деген нәрсе аманат қой. Аманаттан ертең бұдан сұраламыз да Алланың алдында. Біреулер енді өздеріңіз білесіздер ғой, дұрыс тап-таза болған денсаулықты құртып, неше түрлі нәрсемен Алланың аманатына қиянат болып жатады да. Уағалейкумассалам. Сондықтан мұсылман адам, оның ішінде иман келтірген адам, біз солай иман келтіреміз да, ертең әрбір нәрсенің сұрауы бар екендігіне, әрбір ағзамыз үшін сұрау бар екендігіне, қолымыздан келгенше соған дұрыс пайдалануға және де соны қорғауға, сақтауға біз міндеттіміз ғой. Дінімізде соны айтады ғой, иншалла. Енді мына сіздер естіп жүрсіздер ме? Бірінші естіп жатқандар бар. Остеопатия деген медицинаның ішінде бір сала бар да. Остеопатия деген жалпы грек тілінен аударған кезде жаңа айтып жатырмыз. Остео деген сөздің өзі сүйек деген мағына береді. Кәдімгі кез келген сүйекті остео деп айтады. Енді патия деген жаңағыдай болезнь дейді, ауру дейді, содан құралған ғой жалпы. Сүйек. Енді көп адамдар остеопатия деген кезде остеопат маманы деп айтып жатады жаңағыдай. Көп адамдар осы жерде басқа нәрсе, басқа жаңағыдай мамандар көп та, сонымен шатастырады да. Біз әрқашан мен соны айтып жүремін. Мен қысқаша айтатын болсам, мен 4 жылдан бері осы салада жүрмін, 4 жылдан бері оқыдым, осы салада әлі де оқып жатырмын, жалғастырып. Осының бір жаңағыдай бір жілеген шағы майын ішіне деп айта алмаймын, әлі де үйренетініміз көп та, оқып жатырмыз, үйреніп жатырмыз әлі де. Қысқаша айтып жатырмын да, остеопатияның жұмыс жасау принципі жалпы адамның анатомиясына негізделген. Адамның анатомиясын бірінші білу керек, сосын адамның физиологиясы бар ғой, әрбір органның атқаратын өзінің қызметі бар да, адамның ағзаларының. Мысалға, қолымыздың атқаратын қызметі бар деген сияқты, аяқтың деген сияқты, әрбір органның, ағзаның атқаратын қызметі бар да, Алла тағаланың берген. Сол атқаратын қызметі және де кейде түрлі нәрседен қызметі бұзылады. Оның себебі өте көп. Адам травмадан бұзылуы мүмкін да, құлайды, аяғын қайырып алады, бірдеңе болады. Немесе вирустан болуы мүмкін да, неше түрлі жағдай болуы мүмкін. Біреулердікі туа бітті болады, Қазір оны тағы да тоқталамыз слайдтарда, аурулардың түрлеріне, неден пайда болатын. Енді қысқаша сол остеопатия деген нәрсе денсаулықты қалпына келтіру, дәрісіз, ештеңесіз. Қазақтарда бұрындар білесіздер, үлкен кісілер біледі, сынықшы дегендер болды да, мысалда. Олар оқымаған ғой, олар деген кәдімгі практикамен келген да, адамның қолмен ұстау арқылы қай жерінде қандай анатомиясын біледі да, олар сүйек қай жерінде не бар екенін біледі. Мысалы ғана әжелеріміз баяғыда да, балдар таңдайы шықты деп таңдайын басады, мысалы да, бар ол остеопатияда ше. Қазақтар соны білген ғой, сондай нәрселерді ше. Мысалға, біз өткенде бір неден айттық. Ана не деген бар ғой? Қазақтарды надан деп айта алмайсың ше. Бұны оқығаннан кейін біліп жатырық қой. Ана адамдардың тілі шықпай қалады ғой, балдардың сол кезде. Ана ішекпен қылғындырады, бірдеңе деген бар ғой дәсі. Соның бәрі мысалы остеопатияға негізі бар да. Оқығаннан кейін түсініп жатырық та. Қазақтар соны жасаған ғой. Ішекпен жаңағыдай жылы малдың несімен қылғындырып жаңағыдай нанғашына апарып бірдеңе қылады деп айтып жатады ғой. Өйткені мойында тамырлар бар да, қысылып қалады солар. Мысалы, соған әсер ету ғой былай айтқанда. Енді мына бәріміз де дінде жүрміз. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, бәріңіз білесіздер, мұсылман құрған бәріңіз оқып жүрсіздер, бәрінің қалтасында тұр, үйінде тұр, сумкасында жүр, мысалы. Мұсылман құрған ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистері бар, мысалы. Адам ауырған кезде бисмиллах деп айтып, сол жерде ұстау деген бар, хадис. Ол да, мысалы, Алланың қалауымен пайғамбарымыз барлық нәрсені айтып кеткен ғой негізі. Ссылка бар да осыған. Біз қолмен жұмыс жасаймыз, ұстаймыз сол жерді. Мысалы, сол хадисті әр жағын қарасақ соған келеді да. Мысалы, сосын пайғамбарымыз тағы бір нәрсесі бар, бір хадисі. Мысалы, пайғамбарымыз біреумен амандасқан кезде дейді, қолын ұстап тұратын еді дейді. Білесіздер ме, сондай хадисі бар. Амандасқан кезде қолын ұстап, біраз ұстап тұратын болған екен да. Адамның қолын ше. Оның өзі де, мысалы, адамға әсер ету ғой, мысалы. Қолын ұстап амандасады, біздерде бит-бит шықпайды, ұстап тұрады дейді да, сондай хадис бар да, мысалы. Енді былай қарап отырсақ, әрбір хадистің, аяттың әр жағында терең мағыналары бар ғой. Мен мысалы осы темаға қатысты айтып жатырмын да, қысқаша кездескен нелерін.
бұрын мән бермейміз ғой, мына осыны оқығаннан кейін қарап отырсақ, дінімізде де біздің осының бәрі айтылған ғой, негізі терең қарасақ бар да осындай нәрсе.